Ассалаумағалейкум достар. ұбт-да жиі кездесіп жататын өрнекті ықшамдаңыз деген есептерді шығарудың тағы бір тәсілін ұсынғым келіп отыр. Көбісі бұндай есептерді шығарған кезде қысқаша көбейту формулаларын немесе ортақ бөлімге келтіру арқылы шығару керек болып жатады. Менің көрсеткім келіп отқан тәсілім, яғни осындай есептерді көрген кезде ішінде бірнеше әріптер болуы мүмкін ғой. Соның барлығын санға ауыстыруды ұсынғым келеді. Яғни менің есебімде, мына тұрған есепте тек қана бір ғана x тұр. Сол x-ті 1 деген санмен ауыстырсақ. Яғни x-ті қай жерде қанша x көріп тұрық, соның бәріне 1 деп жазып шығамыз. 2 көбейту 1, қосу 1, минус міне. Өлшек 1 бөлінген 1 азайтылған 2-нің орнына мен тағы 1 деймін. Осылай ауыстырып болғаннан кейін әрбір жақшаны жеке-жеке есептей қоямыз енді. Бірінші жақша бойынша шығатын өрнек. Әрбір жақшаны жеке-жеке есептейтін болсақ, 3 азайтылған минус 1 алдын минус шығады, плюс болып кетеді. Сонымен бірінші жақшадан 1 бөлу 1 ол 1, 3-ке 1 қосамыз 4 бөлінген. Екінші жақшадан 4-ті 1-ге бөлемін, 4 шығады. 2-ден 4 алсам минус 2. Сонда жалпы 4-ті минус 2-ге бөлген кезде жауабы минус 2 шығады. Енді осы минус 2 шықты ғой. Мен баны айттым. X деген санды 1 деген санға ауыстырдық, дұрыс па? Енді варианттардың ішінде көріп отырсыздар ғой. Барлық жауаптар X арқылы берілген. Сол X-тің орнына 1 қойған кезде қай жауаптан минус 2 шығады деп ойлайсыздар? Әрине, С жауабынан минус 2 шығады. Яғни X-тің орнына 1-ді қойсақ, минус 2 деген жауап шығады. Минус 2 көбейту 1 минус 2. Яғни жауабында да минус 2 есеп шығарған кезде, варианттардың ішінде минус 2 шығып тұр. Екеуі де сәйкес келді. Яғни С жауабын белгілейміз. Назарларыңызға рахмет. Каналға жазылуды ұмытпайық.